тұсаукесер нәресте қадам басатын уақытта орындалатын дәстүр. Алғашқы қадам жасауға талпына бастаған сәтте дана қазақ баламыз тез жүріп кетсін деген ниетпен сәбидің тұсауын кестіріп, думандатып той жасаған. Дана қазақ баланың тұсауын ала жіппен, малдың тоқ жегімен және көк шөппен кестірген. Ала жіппен бала ешкімнің ала жібін аттамасын, ақ пен қараны ажырата алатын адал азамат болсын деген ниетпен кеседі. Ал малдың тоқ жегімен кесу себебі бала бай, дәулетті азамат болсын деп ырымдаған. Сондай-ақ бала шөпте қаулап өссін, шөп сияқты көгеріп, көбейіп көктесін, ұрпақты болсын деп ырымдап, тұсауын көк шөппен де кеседі. Ырымшыл қазақ тұсауы кесілмеген бала сүріншек, болашақта жығылғыш болады деп пайымдайды. Қазақ халқы баланың тұсауын жайбасар, сүріншек адамдарға кестірмейді. Баланың тұсауын жиналған көпшілік арасынан шаруаға икемді, елгезек, қимылы ширақ, іске епті қасиеттермен көзге түсетін қағілез пысық адамға кестірген. Ал кесілген ала жіпті ырымдап бала көтере алмай жүрген келіншекке берген. Ол оны сақтап қойса, көп ұзамай балалы болады деп есептейді. Ескере кететін бір жайт, баланың тұсауын қайшымен емес, пышақпен кесу керек. Қазақ халқы қайшылануды жақсы ырымға баламайтындықтан баланың тұсауын қайшымен